Міне менің үй музейімнің экспонаттарымен 90-шы жылдардағы қонақ бөлмесінің көрінісін келтіріп, осындай бұрыш дайындады. Съемкаға түсіреміз деп кеше дайындады. Ертең 20-сы күні түсіреміз деді. Бүгін 20 сәуір 2025 жыл. Міне менің үй музейіндегі экспонаттарым арқылы осындай бұрыштар жасап, Армат деген жігіт 90-шы жылдардағы бұрышты жасап, мына жерге осындай көрініс қойып, съемка түсіріп жатыр. Осындай реквизит тапқанымызға өте қуаныштымыз. Бәрі бір жерде бар. Енді натуральный сцена болады ғой енді. Армат мырза, сонда осы съемканы не үшін түсіресіздер сонда? Бұл енді біз филммейкер болғаннан кейін сондай клиенттен ұсыныс түсті. Біз осындай love story түсіріп, одан кейін біздің аталарымыздың, әкелеріміздің рөлін ойнамақшы болады да. Және де 90-шы жылға жаңағы антураж керек болды бізге. Сол жалпы. Міне менің үй музейімдегі заттармен осындай көріністер жасады. Рахат суретші. Міне 90-шы жылдарға келтірді. Сіз сонда режиссер, сіз ғой, е? Аха, мен. Мына кісі? Бұл кісі световик әрі звукач. Қазір дыбыс несі ғой? Звук жазады бөлек, диалогтар жазады. Бұны анау аппарат. Сіздердікі бәр профессионально ғой нәрселеріңіз. Мынау 60-шы жылдардағы үйдің көрінісін келтіргені. Блогермін шағын. Художникпін, қолөнершімін. Рахмет сізге көп. Актерларда. Міне біздің үйде осындай съемка болып жатыр. Күйеуге шығатын қызымыздың екен, есімің кім? Бақыт. Міне мынаны даладан түсіріп келдік қазір. Біздің природа. Сәл орталығын алып береді. Күшті. Қайта мынау бақтарыңа қарай біздің ана тауымыздың ақ тауы да көрініп қапты ғой, мына цекейді көрінбей қалады. Күшті мынадай түсірген, міне рөл ойнайтын қыз жігіттер. Апасы мен атасының рөлін ойнайды екен бұл жігіттер. Мамасы мен папасының рөлін ойнайды екен. Өз балалары өздерінің мама папаларының рөлін ойнайды екен. Мен өз папамды ойнап отырмын. Ағаділ ағам өзінің папасын ойнап жатыр. Күшті. Міне осындай молодец жарайсыңдар. Міне нағыз осының бәрін ұйымдастырып жатқан мынау Армат режиссер. Күшті. Жоқ, может ортада бүйтіп ойнап. Давай хотя бы шум болмаса болды. Қасында отыр да? Просто қасында отыра бересің. Сен қасында отыра бересің. Жоқ, сол жерде жақында. Сен қашан үйленесің, а? Не заттар ол? Көресің ғой, мен тастап кетемін қазір. Не олай қайда кетіп баратсың? Свиданияға кетіп бара жатырмын. Сен мына артында тұрып бүйтіп кіресің. Әлімбек. Ей, балам бір сүйіп кетпейсің. Болды. Болды. Ой. Мамасы сөйлеп жатыр. Мен домбыра қосты. Начали. Кет. Сразу. Кіреш? Ішінде біраз зат бар. Сен данамен жанарға бөліп салып бер. Мақұл. Хорошо, жарайды. Мен негізі кішкене асығып тұр едім. Не болып қалды? Свиданияға бара жатсың ба? Хорошо. Әлімбек сен күтіп жүрген жоқ па? Қызын тауып, не болды? Айда, свиданияға бара жатсың ба? Жақай. Как? Мынау Жигулимен түсірді.
Анау поляда, жап-жасыл мына таудың етегінде 90-шы жылдардағы көріністі келтірді. Жигулимен далада да түсіріп жатыр. Мына съемканың жартысы далада жалғасып жатыр. Армат режиссер далада жалғастырып жатыр. Біздің есіктің алдындағы табиғат осындай көктемнің жап-жасыл шөп, тау, бұрынғы Жигули